Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет, жұмсақ, әрі өте жеңіл, оңай дайындалатын пирогтың рецептісімен, яғни сгущенный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер де менің видеом қызық болса, видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар достар. Және де менің арнама лайк басып, видеом ұнаған болса, маған подписация жасап, және қоңырауша белгісін басып, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады достар. Өте керемет, жұмсақ, әрі тәтті болып шығатын пирогтың рецептісін сіздерге ұсынбақпын достар. Пирогымыздың жұмсақ әрі нәзік болып көтерілуінің қыр-сырларының барлығын сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, өз бағаларыңызды берік етіңіздер. Және де менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ол жерде де керемет үй жағдайда жасалатын оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналымды жоғалтпамас үшін алдымен менің каналыма подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Енді пирогымызды жасауға кірісетін боламыз. Алдымен сгущенкамыз 4 жұмыртқа разрыхлитель, шекер, ұн және де сұйық майымыз қажет болады. Осылай 4 дана жұмыртқамызды жарып, оның үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Венчиктің көмегімен не болмаса осындай маған ұқсап, сок-выжималканың осындай венчигімен араластырсаңыздар тіптен жақсы болады достар. Не болмаса миксердің көмегімен араластырып, осы жұмыртқа мен шекер массамызды жақсылап көтеріліп, биік болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Шекерімізді де жақсылап ертіп алатын боламыз. Бұл біздің массамыздың, яғни пирогымыздың қаншалықты жақсы көтерілуіне көмектеседі. Міндетті түрде жақсылап барлығын осылайша көпіртіп араластырып алыңыздар. Барлығын міне осылайша араластырып алып, біздің міне массамыз көріп тұрғандарыңыздай көбіктеніп, өте керемет көтеріліп жатыр. Енді осы массамыздың үстінен дайындаған сұйық майымызды және сгущенный молокомызды құятын боламыз. Барлық бұл видеодағы пирогымызға қосқан барлық ингредиенттерімізді осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлімге қалдырамын. Міндетті түрде сол жақтан қарап, барлық грамм массасымен жасап көріңіздер. Міндетті түрде бір жасағаннан-ақ жақсы шығатын болады. Енді міне барлығын жұмыртқа мен шекеріміз жақсылап араластырып алғаннан соң, оның үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымызды құйып алдық. Енді оның үстінен осылай дайындап қойған сгущенный молокомызды құйып алатын боламыз. Міне барлығын құйып алдым. Енді барлығын осылайша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде миксерді не болмаса осы маған ұқсап, сок-выжималканың осындай венчигін пайдалансаңыздар болады. Осылайша барлығын жақсылап бір массаға келгенше араластырып алатын боламыз. Енді дайын болған массамызды, міне дәл осылай массамыз көбіктеніп, осы әдем болып дайындалды. Енді осы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді қосатын боламыз. Яғни осындай разрыхлителімізді ұнымыздың үстінен салып, екеуін жақсылап қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде ұнымыз електен өткен болуы шарт, себебі біздің пирогымыздың көтеріліп пісуінің тағы да бір себебі осы ұнымыздың електен өткендігі. Осылайша араластырып алғаннан соң ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып, пирогқа массамызға сала отырып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Не болмаса миксермен араластырып аласыздар.
Себебі ұнымызды бірден барлығын салып тастауға болмайды. Себебі біздің көтеріліп тұрған массамыздың басып қою мүмкін, және де ол біздің пирогымыздың жақсы көтерілмей қалуына себепші болады. Сондықтан да ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, осылайша аз-аздан сала отырып, барлығын осылай араластырып аламыз. Енді ұнымның екінші бөлігін салып жатырмын. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Менің инста парақшама да тіркеліп қойды. Міндетті түрде ұмытпаңыздар, және дәл осылай тиктокқа жазсаңыздар, менің тиктоктағы парақшамда шығады. Барлық жерлерде мен үйде жасалынатын оңай, қарапайым рецепттермен бөлісемін. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеом пайдалы болып жатса, лайк басып қойды және комментария жазып қойды, ұмытпаңыздар. Ұнымның үшінші бөлігін салдым. Енді оны да жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде ұнымыздың барлығын бірден салып тастауға болмайды. Міне барлығы осындай қою масса дайын болды бізде. Не сұйық емес, не қатты қою емес. Дәл осындай қаймақ тәрізді массамыз дайын болды. Енді жан-жақтарын осындай лопатканың көмегімен жақсылап массаларын, жан-жағында шашыраған массаларын түсіріп, осылай бір араластырып, дайын листімізге, яғни алдын ала дайындап қойған листке құйып алатын боламыз. Міне менің листім. Бұл менің 22 дециметрлік листім. Дәл осылай етіп жасап көріңіздер. Және 160 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алдым. Міне барлығы пісіп шықты. Өте көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Суығаннан соң осылай алып, міне көрсеңіздер болады. Өте керемет болып ісіп шықты. Және оның үстінен мен сгущенка молокомызды жағып, оның үстінен кокосовый стружкамызды сеуіп, сәндеуге сеуіп қойдым. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің арнама, яғни осы менің каналымдағы қызыл батырма подписаться дейтін қызыл батырманы басып, және қасында қоңырауша белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар. Және де менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, және астына комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте керемет, үй жағдайында жасалатын, өте оңай қарапайым ингредиенттерден жасалатын пирогым дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұп-жұмсақ, отбасыларыңызға жасап берсеңіздер ұнарым сөзсіз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің инста парақшамада тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар достар. Және де менің каналымды жоғалта алмас үшін міндетті түрде менің каналыма подписация жасап, және қасында қоңырауша белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа шыққан рецепттерімді көріп отыру үшін сіздермен бірге болған Алмагүл. Назарларыңызға рахмет.